Жүректің өзінде биологиялық сағат болады. Ол тұрақты күндіз және түнгі ритм болып бейнеленеді. Жүректің соғу жиілігі күндіз біршама тез, түнде біршама баяу болады. Жүректі қорғау үшін оның қай уақытта ең әлсіз болатындығын білу керек. Бірінші, таңертең тұрғанда. Адам демалған кезде жүректің соғу жиілігі біршама баяу болады. Түн бойы зат алмасып энергияның сарып болуынан қан біршама қою, қан айналысы баяу болады да қан тамырдың бөгелуі оңай туылады. Сондықтан оянған соң біраз жатқаннан кейін орнынан тұрғанда асықпай баяу тұрған жөн. Алдымен бір стакан жылы су ішу, таңертеңгі астың майы, тұзы аз болғаны жөн. Екіншісі, түстен бұрын сағат 9-11 аралығында. Бұлшық ет икемді әрекет күйінде болып, көптеген себеп салдардың қабаттасуынан теңбіл бөліктерде тұрақсыздық туылып, жүректің шаншуы, жүрек бұлшық етінің өлектенуі сияқты жүрек қан тамыры ауруларының қозу қатері артады. Сондықтан түскі асты тоя тамақтанбау, тамақтан соң бой жазу, неғұрлым түсте жарты сағат ұйықтаған жөн. Үшінші, түстен кейін сағат 15-17 аралығында. Түстен бұрынғы қарбалас қызметтен соң денемен үлкен ми біршама қалжыраған күйге өтеді. Түстен кейін сағат 16-дан бастап денедегі қан қысым және бір кезеңге жетіп, жүректің шаншуы, жүрек бұлшық етінің өлектенуі сияқты кездейсоқ жағдайлар оңай туылады. Сондықтан қызмет аралығында орнынан тұрып әрекеттену, кешкі асты қомағайлана жемеген жөн.